Ертеректе дастархан мәзіріндегі ең сыйлы астың бірі жеті шелпек саналатын. Сондықтан тек мейрам күндері, әсіресе исламдағы күндердің сұлтаны болған жұмада дайындайтын. Екі тас қой, соны диірмен қып қолға кәдімгі қолмен тасты айналдырып отыр, ұн жасаған, қолдан жасаған ұнды. Өзенді біздің қазақ халқы әрі қонақ жай, әрі дастархан менен тамақ жағын өте құрметтейтін адамдар. Сол жеті шелпек деп айтып бір санға балап айтылған ғой, өйткені қазақ халқында осы жеті саны бір киелі деп нетіледі. Мысалы хадисте бар, кімде-кім таңертең жеті құрма жейтін болса, ол күні оған шайтан зиян ете алмайды, сиқырда ешқандай бір зиян келтірмейді дейді. Бұл да осы жеті құрмамен байланысты, жеті санымен. Және де біз қажылыққа барғанда анау жеті рет қағбаны айналамыз. Жеті рет Сафа Мәруаға жүгіреміз. Және жамаратқа жеті рет тас лақтырамыз. Міне осындай діни ежелгі дәстүріміз ұстай келе, қадірлі қонақтарға сый есебінде, құрмет есебінде таратқан. Садақаға өте көп мән береміз. Сол садақаның бір түрі болып та ол есептелінеді. Қадірлі қонақ келіп ауыз тимейінше жеті шелпекті дастарханның төріне қойып, бетін жауып қоятын. Пайғамбарымыздың бір хадисінде айтылған, егер мұсылман адам Аллаға сенсе, ақырет күніне сенсе, онда осы дүниеде қонағына құрмет көрсетсін деп. Соның енді ол біздің дәстүрге өте жақсы тығыз байланысты сол. Сондай-ақ Алла тақсанды жақсы көреді. Жеті шелпектен дәм татар алдында о дүниелік жандар үшін Алладан мейірім тілеп дұға жасалатын болған. Осындай дәмді асты ешбір қиындықсыз ішкізіп жегізген, сансыз нығметтерді берген Аллаға мадақ пен шүкірлік айту дәстүрі де мұсылмандықтың белгісі. Бірақ бұл жерде 4-еу таратсаңыз да ол қабыл болады. 5-еу таратсаңыз да оның